Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамым қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже жасаймыз. Наурыз көжеге ең алдымен біз 7 түрлі дәнді қосамыз. Содан қыстан қалған қазымызды, етіміз және майымызды қосамыз. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз суымызға етімізді жуып, бисмилля деп саламыз. Осылай салып аламыз. Қыстан қалған қазы мен құйрық және де етімізді саламыз. Осылай жай отта қайнатып аламыз. Осылай 2 сағат қайнайды етіміз. Оған дейін біз ақ жүгерімізді осылай жуып, тазалап, бетінде суға салғаннан кейін бетіне жарамай қалған ақ жүгерілер шығады. Осы ақ жүгерілерді алып тастаймыз. Осы 2-3 мәрте жуып аламыз. Осы ақ жүгерімізді тазалап. Осылай жуып аламыз ақ жүгеріні. Және де сары жүгеріні де осылай жуып аламыз. Достар, бұл базардан келгенде бұл шаң болады, жаңағы арасында тас болады, жаңағы жаман нәрселер болады. Содан тазалап аламыз. Осылай тап-таза қылып көжемізге қосуға дайындаймыз. Одан кейін біз лобия қосамыз. Лобияны бір қайнатып аламыз. Көбігін алып тастаймыз. Сосын тағы бір 5 минутқа қайнатып аламыз. Машты да солай қайнатып, қарасы шығады маштың. Машты да бір бұрқ еткізіп, бір 5 минутқа қайнатып алып қосамыз тағамызға. Осылай лобияны да қосамыз. Тамағымыз қайнады. Көбігін алып тастадық. Енді лобияны қостық. Енді одан кейін бидайымызды да жуып тазалап, осылай қосып жібереміз. Осылай бидайымызды да салдық. Енді ақ жүгерімізді саламыз. Осылай ақ жүгеріні де салып жібереміз. Осылай саламыз. Тамағымыз 3 сағаттан кем қайнамау керек. 3 сағат қайнау керек. Дәніміз өйткені пісу керек. Жып-жұмсақ болып. Осылай сары жүгеріні де артынша саламыз. Барлығын жуып тазалап, тастарын алып тастап, ішінде жаман нәрселерін алып тастап, жуып қосамыз тағамға. Осылай енді жай отта қайнатамыз. Шамалы 1 қасықтай тұз салып жіберіңіздер. Сосын машымызды да саламыз. Барлығы бірге қайнап пісу керек. Осылай сорпамыз қайнап жатыр, етіміздің сорпасы. Ет енді қыстан қалған қазы, жылқының еті, сосын қойдың құйрығын салдым. Енді ноқатты да мен қосамын. Ноқатты бір тостаққа бір кеседей салып, оны да қайнатып, қарасын шығарып аламыз. Өйткені қарасын шығармасақ, көжеміз қап-қара болып кетеді. Бояуы сол көжеге шығып кетеді. Машты да солай қайнатып, бұрқ етіп қайнатып қосасыздар. Осылай қайнатып қосамыз. Осылай енді жай отта қайнатамыз 3 сағаттай. Әдемі болып қайнап тұр. Енді қайнап болдау деген кезде, дәніміздің барлығы піскен кезде күрішіміз саламыз. Өйткені ең соңынан күріш саламыз, ол тез піседі ғой күріш. Сосын ең соңында саламыз. Осылай күрішті салдым. Сосын ішінде етті алып, осылай турап салып жібердім. Енді көжеміз дайын болып жатыр. Шамалыдан кейін дайын болады. Шамал жайлап қайнатып қоямыз тағы да. Енді жай отта қайнатып, бетін жауып қойып қойыңыздар. Дән өзі бұқтырылып, әдемі болып піседі. Осылай тұзы кем болса, шамалы тұз салыңыздар. Енді мен қолдың айранын қосамын көжеге. Қолдың айраны бар үйде.
сол қолдың айранын қоссаңыздар болады. Енді тағамымыз дайын. Енді дайын болатқанда бір кеспе салып жіберем мен. Бір кеспенің бір бөлігін кесіп, бөліп салып жібереміз. Осылай бөліп салып жібереміз. Бұл кеспе бір 5 минутта, 7 минутта піседі, демде піседі. Осылай көжемізді дайындап аламыз. Енді қазымызды тамақтан алып, сүзіп алып, осылай бір шамалысын турап тамаққа қосамыз. Өйткені қазының дәмі сорпаға дәм береді. Қазының дәмі өте керемет екен. Қыста өзім жасаған қазым. Енді сорпаға салып жібереміз, шамалысын. Осылай сорпаға салып жібереміз. Енді тамағымыз дайын. Осылай орта кесемізге құйып, ұсына берсек болады. Өте керемет, қазының дәмі шығып, керемет наурыз көже болды. Осылай енді тамағымыз дайын. Орта кесеге құйдық. Енді бір қасықтан или 2 қасықтан құйып, қонағымызға ұсына берсек болады. Өте керемет, дәмді наурыз көже болған. Сіздер де жасап көріңіздер осы рецептпен. Ал бізге ас болсын. Наурыз құтты болсын. Осылай наурызымыз құтты болсын, береке ырыс кіре берсін, отбасымыз аман болсын, деніміз сау болып, осылай жүре берейік. Осылай қазымыз пісті, құртымыз, жентімізді дайындадық. Осымен наурыз көжеміз